Сәлем баршаға, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай қып-қызыл әп-әдемі болып пісетін палаудың рецебімен бөлісетін боламын. Алдын ала жуып тазалап алған заттарымызды жақсылап турап алатын боламыз. Толық рецепт астында описаниеда жазылған. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Пияздарды турап бітірдім. Енді сәбіздерді де турап аламын. Енді кезекте қызып тұрған майымызға еттерімізді салып, жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Артынан пияздарымызды саламыз. Пияз бізде осындай әдемі қызыл түске енгенде, артынан сәбізімізді салып, кішкене қуырамыз. Міне суын да құйып қойдық, бізде қайнап қалды. 15-20 минут көлемінде қайнайды. Менде күрішті салған жерім түспей қалыпты. Қазір палауымды демдеуге кірісіп жатырмын. Тесікшелер тесіп, ішіне қайнаған суды құятын боламыз. Аз мөлшерде құямыз. Көп құйып жіберсе езіліп кетеді. Бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Осымен біздің палауымыз дайын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Алда бұдан да жақсы рецепттер болады.